өткен тағы басқа әрекеттер мен жағдайлар ойыма келіп ойым шашырап кетеді. Жалпы бұл шайтанның сенің дұғаңнан, құлшылығыңнан көңіліңді жыраға бұру мақсаты, сондықтан мән бермеңіз, жасай беріңіз. Азамын деп асқазан кескізу дұрыс па дейді. Бұл медициналық манипуляция болса, бұл арқылы адамның өміріне зиян келсе, онда адам тыйым салынады. Егер медициналық манипуляция болу арқылы адамның өміріне зиян келмесе, онда азимпикс, азатын укол, немесе асқазан кестіру, Алла тағала берген нәрсені нәпсіге шыдай алмай аузына өзінің нәпсін ие бола алмау деген сөз. Биттеп кетсем нені білдіреді дейді. Байысы, Құдай қаласа қарыздардан құтыласың. Айын деген әріп қалай оқылады? Мына жерден оқылады. Айын деп оқылайсың. Ол ана твердый знакты қойған ол жерде келмейді. Әр намаздан кейін Фатиха менен Ықылас сүресімен Құран оқыса бола ма? Болады. Қабыл болсын жаным. Дуа бар екенін қалай білеміз? Сынақ көбейіп кетті. Бірінен кейін бірі. Айжан, намазға тұрыңыз. Намазбен Алламен сөйлесіп проблеманы шешуге тырысыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның басына қиыншылық келгенде намазбен шешетін еді, байымын. Намазбен атқаратын еді бүкіл өмірін. Сондықтан намазға тұр жаным. Күйеуімнен ажырап кеткелі 8 жыл болды. ЗАГСта жоқпыз. Молда куәлік берген. Сол талаққа жата ма? Егер күйеуің талақ берсе ғана талаққа жатады. Талақ бермесе, ЗАГСта жоқ болсаң, соттың үкімінде жүрмейді болған, онда талақ бергенде ғана ортаңыз ажырайды. Талақ бермесе ажырай алмайсыз. Мүшел жастан шыққанда Құран оқыту керек па? Мүшел жастан шықпаса оқытпайсыз ба не? Мүшелге келмесең Құран оқытпайсыз ба не? Құранды оқытай бер, оқи бер жаным. Құран мүшелге, адамның өлуіне, ауруына, бабай түс көруге байланысты емес. Тарауық намазды Рамазанда қалай оқиды дейді. Мешітке барсаңыз, мешітте ең жақсы мешітте имаммен оқыған сауабы да артық, дәрежесі артық, мәртебесі артық. Ұстаз, тек тахаджуд оқып жүрмін, дұға тілегім қабыл болады ма? Дұғаң қабыл болады, бірақ 5 уақыт намазды қосыңыз. Ал сіздерді Америка құрама штаты, соның ішінде Чикаго қаласынан сәлем жолдап тұрмын. Біздің еліміздің азаматтары осы Чикаго қаласында, Алматы қаласында, Астанада, содан кейін Шымкентте болу керек, жаңылмасам, Тары деген шай дәстүрінен ресторан ашқан. Сол рестораннан сіздерге сәлем жолдап тұрмын. Қазір мынау әйгілі Чикаго қаласы. Чикаго қаласындағы Тары шай дәстүрі біздің азаматтардың ашқаны, Алла кәсіптеріне береке берсін. Соған арнайы келіп, бауырларымыздың ісіне береке тілейік, істері оң болсын деп келген жайымыз бар. Мынау біздің ұлттық нақышта жасалған шайхана. Абай атамыздың 10-ші сөзі жазылған екен. Өте Алла разы болсын. Ұлттық санада қасаке карталарын қойып, барлығын осылай жасаған. Мынау біздің осы Чикагодағы қазақ, өзіміздің елден келген бауыр ағаларымыз, осында жұмыс істеп жатқан, кәсіп істеп жатқан ағаларымыздың қызмет жасап жүрген азаматтар. Алла разы болсын. Баршаларыңызға Алла амандық берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, біздің азаматтарымыздың кәсібі өрлесін. Азаматсыздар, барлықтарын айтам, кім қолына қандай іс келеді, жатып алып тек қана комментарий жазып, анау анандай, мынау мынандай, президент сондай, Нұрлан Имаммас сон, немесе тағы бір бәле деп жаза беріп отырғанша, кішкене қолға жұмыс алып, кетпен күрек алып, ең болмағанда қар күреп, ең болмағанда жол ашып, ең болмағанда түк қолынан келмесе жақсы сөз жазып,
әумин, қазақтың азаматтары, жалпы азаматтардың ісі оң болсын, берекелді болсын деп жақсы тілек айтудың өзі үлкен даналық пен даралық екенін айтқым келеді. Біздің халқымыз осындай нәрсемен ерекшелену керек. Сондықтан Алла береке берсін. Алла өмірлеріңізге береке берсін. Бүгін бізде Чикагода ең көп қазақ диаспорасы бар. Солар ағайындармен кездесу болады. Одан кейін Иллинойс штаты мен Техас пенен Калифорния бар. Содан кейін бұйырса елімізге аман-есен қайтармыз. Алла жақсылық